Сәлем достар, байланыстасыздар, мен Гаухар. Мен бүгін сіздерге UTM белгілері жайында айтып беремін. Ол не, оны қайда қолдануға болады және қайда жасауға болады. UTM белгілер олар сілтеме түрінде болады, интернеттегі ссылка, URL сияқты. Олар арқылы сіздер қай жерден сіздерге лид түсті және тұтынушыңыз қай платформадан кіргенін көре аласыздар. Сіздің жарнамаңыз мысалы OLX-та, Фейсбукте, Инстаграмда, Лентада, Сториста, Гуглда болуы мүмкін. Солардың бәріне шатаспау үшін UTM белгілер жасап, сол арқылы қарап отырасыз. Әрине, Гуглды ашсаңыздар, генератор UTM метод деп терсеңіздер, бірінші кез келген сайттан UTM белгісін жасауға болады. Бірақ мен сіздерге өзімнің қолданатын тәсілдерімді айтайын. Және Tilda платформасында да UTM белгіні жасауға болады, немесе Фейсбуктың өзінде бар. Tilda платформасында сіздер Facebook деп тересіздер, немесе Instagram деп, және конверсия немесе генерация лидов деп тересіздер, және жарнама топтың атауын теріп, көшіріп сол жерге енгізесіздер, және жарнаманың атын AD1 немесе AD2 деп, және текст 1 деп, немесе бірнеше текст тестілеп жатсаңыз, соңында белгілейсіздер. Асты жағында дайын UTM белгісі тұрады, URL түрінде, соны көшіріп алып, өзіңіздің Фейсбуктағы жарнамаңыздың асты жағында параметрі URL деген жерге енгізесіздер. Бұл UTM белгіні сіздер Фейсбукта да жасайсыздар, ол жерде Facebook, Instagram немесе Лента Stories деп таңдайсыздар. Содан кейін өздеріңіз топтарыңыздың жарнама топтың атауын жасасыздар, жарнаманың атын жазып, керекті тағы да параметрлар керек болса, оларды қосасыздар, немесе оны қолданбасаңыздар болады. Содан кейін применить деп, дайын UTM белгі. Аналитиканы сіздер Яндекс Метрикадан жасайсыздар. Ол жерде сіздер қай жерден, қандай UTM белгіден адамдар кіргенін, тапсырыс қалдырмаған, соны көре аласыздар. Сіздерге бәрі түсінікті болды деген үміттемін. Астыдағы комментарийға қандай тақырыпта видеолар көргілеріңіз келетінін жаза кетсеңіздер, маған оңайырақ болар еді. Рахмет.